Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге қолөнер арнасы бүгін сіздерге осындай керемет ободокты қалай жасалу жолын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бізге қажет заттар осындай арнайы основа ободок жасағанға арналған. Мен әдейі осындай қара түстісін алдым. Себебі біз қара түсті ободок жасаймыз. Және де осындай қара түсті акриловый бусин, размері 10 мм. Және де бізге осындай леска қажет болады. Бұл лескамен ободогымызды тоқитын боламыз. Мен үнемі осы строительный лесканы қолданамын. Және де қайшы. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп кесіп аламыз дағы. Осында 4 моншақ өткізетін боламыз. Моншағымызды өткізіп болғаннан кейін лескамыздың екі басын бірдей қылып ұстаймыз дағы. Өткізген моншағымызды ортаға қарай жинаймыз. Және де осы соңғы моншағына крючок жасаймыз. Екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінекей, енді бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ салып тоқимыз. Соңғы моншағына крючок жасаймыз. Бекітеміз. Тағы да тура осылай қайталаймыз. Бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ саламыз дағы. 2 моншақ тұрған лескамызға крючок жасап бекітеміз. Мінекей достар, дәл осылай жоғары қарай 22 қатар тоқып шығатын боламыз. Біз арада 3 қатар тоқыдық, дәл осылай енді 22 қатар тоқимыз. Мінекей достар, біз 22 қатарымызды тоқып болды. Қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Мінекей 22 қатарымызды тоқыдық. Енді біз бұны осындай арнайы основамызға жалғайтын боламыз. Жалғау үшін осы основамызға моншағымызды туралап аламыз дағы. Осыған ыстық кілеммен отырғызамыз. Ыстық кілемімізді ортадағы моншақтарға жағып, основамызға бекітеміз.
Міне достар, осымен біздің ободогымыз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Қарап тұрсаңыздар, өте оңай жасалады. Осы видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.